Жангелді Немеребай, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 1978 жылы Алматы облысы Алакөл ауданында дүниеге келген. Көлбай орта мектебін аяқтаған соң Талдықорған қаласындағы Қанабек Бейсейітов атындағы саз колледжі мен Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультетін тамамдаған. Ақынның «Ақ қайнар сезім», «Қар гүлдері» атты жыр жинақтарымен қатар «Бір бейне» атты аудио жазбасы жарық көрген. Өлеңдері көптеген жыр жинақтарға және қырғыз, испан тілдеріне шыққан қазақ ақындарының антологиясына енген. Қалалық, облыстық мүшәйралардың бас жүлдегері. Сонымен қатар республикалық байқаудың лауреаты. Отан патриоты, кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл. Ильяс Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына орай қаламгер медальдарымен марапатталған. Ақын ел ішінде жан сері атанған. 2013 жылы Қазақстан телерадио компаниясы мен Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі ұйымдастырған тұңғыш республикалық әскери әндер радиофестивалінде «Жауынгер хаты» әні үздік әскери ән номинациясын жеңіп алған. 15 ән шығарған. Жырлары республикалық басылымдарда жарық көріп тұрады. Әндері Қазақ радиосының алтын қорына қабылданған. 6 әніне бейнебаян түсірілген. Еңбек жолы